Фараж жеңілдік дұғасы. Уа Алла тағалам, сен ұлықтығың мен мейірімділерден басқаларға да мейірім етушісің. Сен ұлықтығың мен барша ұлықтардан да биіксің. Аршыңның үстіндегіні білгеніңдей, жердің астындағын да білесің. Жүректердегі уасуасалар сен үшін жария іс секілді аян. Ашық сөзбен жасырын іс сенің біліміңде бірдей. Барлық нәрсе сенің ұлықтығыңа бағынады. Барлық билік иесі сенің билігіңе бас иеді. Дүние мен ақырет істерінің барлығы сенің құдірет игілігіңде. Басындағы барлық қайғыларға жеңілдік бер, олардан құтылатын жол аша көр. Уа Алла тағалам, сенің күнәларымды кешіретіндігің, қателіктерімді ғафу ететіндігің, жаман істерімді жасыратындығың, өзімнің міндетімді атқармағандығым үшін лайық болмасам да сенен қалауымды сұрауға дәмелендірді. Өзіңе сеніп артып дұға жасаймын, жақындығыңды сезініп сенен сұраймын. Шын мәнінде маған жақсылық жасаушы сенсің. Сені мен өзімнің арамдағы істе мен өз нәпсіме кесір жасадым. Берген нығметтеріңмен өзіңді маған сүйсіндірдің. Ал мен күнәларыммен өзімді саған жек көрсеттім. Алайда саған арқа сүйуім сені паналауға батылдық берді. Уа Раббым, сен де маған кеңшілік рахымыңмен қайта назар сал. Күдіксіз сен құлдарыңның тәубесін қабылдаушы ерікші мейірімдісің.